Siz көшіп кеттіңіз ба дейді. Осы сұраққа күнде жауап берейін, өйткені ана өсектер көбейіп кетті дейді ғой. Мен көшкен жоқпын, жұмыстармен жүрмін. Мен Алматыдан, Қазақстаннан, шетелден алыс кете алмаймын. Өйткені шетелде бір ай, 2 ай жүрсем қатты сағынам. Осы қазір Түркияда 4-5 ай жүріп, 2 кино түсіріп жатырмыз, және де Түркия телевидениесіне 1-2 шоу жасап жатырмыз. Бұл жұмыс қой енді, еңбек етіп жатырмыз. Қазақстанда бәрі жақсы, бірақ енді мені өзімді барлық жерде қолдай береді деп айта алмаймын, деп сіздерге бөлісіп қояйын құпиямды. Барлық жерде мені қолдай бермейді, білмеймін неге екенін. Сондықтан да амал жоқ. Неше түрлі нәрсе іздеп жүремін. Мәскеуден бір жобалар іздеймін, жаңағы Стамбулдан жоба іздеймін деген сияқты. Болашақта Сеулда үлкен жобалар жасаймыз. Әлем бәрі біздікі ғой. Сондықтан да қолдан келгенше үйде жата бермейін деп сыртқа шығып жұмыс істейік деген ой. Енді армандарым және де мақсаттарым өте көп. Сондықтан да соған жету үшін біраз еңбек ету керек.